Дуаланған. Өзен Ералы деп таныстырған кісі өте әңгімешіл адам екен. Өзім ауырып отырғам, ана кісі соны байқады ма, жүрек мазалап жатыр ма, қарындасым. Мен де жүректен арғы жаққа кетіп қала жаздағам. Дәрігерлерге барсам, нақты диагноз қоя алмай әбден әуреледі деп әңгімесін бастап кетті. Оның сөйлеген аса жақтырмасам да, амал жоқ, құлақ салып тыңдауға тура келді. Бірақ кейін айтқанына таң қалып, сапарлас азаматтың басынан өткен оқиғасы сіздермен бөлісіп отырмын. Дәрігерлер жүрегіңіз сап-сау десе де, шаншыған кезде валидол іше беріңіз деп шығарып салған. Қайта-қайта қан қысым көтеріліп, ыстық күнде қатты әбіржідім деп бастады әңгімесін Ералы мырза. Ауруым күннен күнге үдейе берді. Бөлмені қараңғылап алып жатқаннан басқа амал қалмады. Ми қайнатар ыстықта ауырғанда жаман екен. Бір күні бөлмемде демалып жатқанмын. Әйелім ішке кіріп, мені бір ысыған әйелдің шақырып тұрғанын айтты. Қуып жіберші, қайда ысыған, сен де бірдеңені шығарып, кетсін, тиын тебен беріп шығарып жібер деп орнымнан қозғалмадым. Әйелім, ол кісі шықпайды деп айтса да кете қоймапты. Ашуым келді. Ақыры орнымнан әрең қозғалып, аулаға шықтым. Толықтау келген әйел жүзімнің көлеңкесіне жайғасып мені күтіп отыр екен. Мені көрді де, жүрегіңіз ине сұққандай шаншып ауырып жатыр ғой. Соны айтуға келсем де шықпайсыз, дейді. Ондайға алдана қоятын мен бе? Оттама, қазір екінің бірі ауру дедім. Оған қайта салатын сыған жоқ. Сенің ауруың үйіңдегі дуадан болып тұр. Мақұл десең, соны іздеп табайын, оған да сенбесең, амал жоқ, кетем, деді. Әлгіні естіген соң әйелім ойбайлап шықты. Нең кетет, іздеп көрсінші, деп жалынды. Амал жоқ, келістім. Бір жағы өзіме де қызық болды. Сыған әйел үйден оқтау алдыртты да бауға қарай аяңдады. Әр жерді бір шұқып 5 минуттай айналды. Бір уақытта ортада тұрған үлкен жаңғақ ағашының түбіне келіп, күрегіңді әкеп, мына жерді қаз деп бұйырды. Бір күрек топырақты алып ем, ештеңе шықпады. Сыған әйел оқтауды тағы бір қадатта 2 күрек топырақ ал деді. Айтқан істебем, сізге өтірік маған шын, кәдімгі консервідегі құтыға салынған бір зат шықты. Ішінде не жоқ, бәрі бар. Бір уыс тары да салыпты. Әлгіні көріп қорқайын дедім. Мына дуаны жақын туыстарың жасаған. Сені өлсін деп, әйеліңді жаман жолға түсіп, араққа салып кетсін деген ниетпен істеген. Отбасың тарыдай жан-жаққа шашырап кетсін деп, көре алмаушылықтан осындай қадамға барған деп бәрін айтып берді. Сасып қалдым. Оны естіген әйелім жылап жіберді. Сығанға енді мұны не істейміз дегендей қарап едім. Қораңнан бір тауық әкел, соған дұға оқимын. Өліп қалса дуаның қайтқаны, өлмесе менің қолымнан ештеңе келмейді. Не істеу керегін білмеймін, тағдырыңнан көресің, деп бұйырды. Дереу тауықханадан бір тауықты ұстап, аяғын байлап, сығанның алдына қойдым. Іштей тауықтың өлуін тілей бастағанымды несіне жасырайын. Сыған әйел бірдеңелерді күбірлеп ұзақ оқыды. Біраздан соң сап-сау жүрген тауықтың көзі жұмылып, әлсіреп, кейін өліп қалды. Әйелім екеуміз қуанып кеттік. Не сұрайсың, бәрін берем деп, менен бұрын әйелім алдына түсіп шауып жүр. Маған 5.000 теңге бересің, деді сол кезде. Өзім жұмыссызбын. Әйелім де үйде. Балалардың тапқанын тамақ қылып отырған кез ғой. 5.000 деген көп ақша еді. Менде ондай ақша жоқ, деп сүмірейіп қалдым. Сыған әйел сасқан жоқ. Көршілеріңді аралап шық. 6-шы үйден табасың, деді. Амалдың жоғынан айтқан істеп, көршілердің есігін ұра бастадым. Айтса айтқандай ақ, бізден 5 үй ары тұратын бажамнан 5.000 таптым. Мен үйге келсем, әйелімнің үйден бір түйіншікті алып шығып жатыр. Мынауың не, деп едім, сыған әйел сандығымдағы 5 киім матаның түсіне дейін тауып тұр. Соны әкетпекші, деп аң-таң болды.
Бастан құлақ садақа болсын деп сұрағанын бәрін беріп құтылғанымызға қуандық. Бір қызығы сол күннен бастап жүрегімнің шаншығаны басылды. Жер бауырлап басым меңзеп боп үйден шықпай жата беруші едім. Өмірге деген құлшынысым оянып, балаларыммен бірге кәсіпке араласып, саудаға шықтым. Үйімізге береке кірді.